Алматы әуежайындағыларды аяғынан тік тұрғызған қаскөй құрықталды. Ол 7 минут бойы аэропорт қызметкерін шашынан ұстап, тамағына пышақ кезеніп қорқытты. Елде елеңдеткен қылмыскерді сол жердегі жолаушылардың бірі әп-сәтте айласын тауып жерге құлатып, пышағын тартып алып үлгерген. Әуежайды жарып жіберемін деген күдікті алып шаһардың 67 жастағы тұрғын екен. Бұдан бұрында автобуста бір әйелдің бетін шапалақпен ұрып істі болған. Әріптесім Гүлназия Мейірхан қызы оқиғаның жан-жақты қалай болған баяндап береді. Қызметкердің шашынан тартып, тура тамағына пышақ кезеген қаскөй Алматы әуежайын әбден дүрліктірді. Өзінің нақты талабы да жоқ, тек ұшу залында құжат көрсетпеген күзетші қызды кепілге алып, жұртты қорқытты. Әбден шошыған әйел дірілдеп жылай берді дейді куәгерлер. Бақырып, немен стресс андай дірілдеп шықты, өз-өзін ұстай алмай. Біразға дейін жылап тұрды. Сосын ол қызды үйтіп шығарып алып бері қарай. Одан кейін мына жерде бір үлкен кісі барды да сөйлесіп тұрды. Сол кезде сол кісіге қарай атака жасады, ұрып жіберді. Сол кезде жан-жағындағылар ұстап үлгерді. Қыздың шашын 7 минут жұлқылап, пышақты ары-бері сермеген егде кісіні тәртіп сақшылары да тоқтата алмады. Әйтеуір жан ашыған бір ер адам әйелді жіберіп, кепілге мен ал деп өз басын қатерге тікті. Сөйтіп, қаскүнемді әңгімеге айналдырып тұрып, ұрымтал сәт келгенде оның қолындағы пышақты қағып үлгерді. Екеуі алыса кеткенде полицейлер көмекке келіп, қолын қайырып кісендеген. Қаскүнемнің суық қаруынан қорықпай қызға көмектескен батыл азамат осы. Мұса Әбдірайым 52 жаста 5 баланың әкесі. Жігіттер квартетін ұшаққа мінгізіп енді ғана шыққан бет екен. Шуды көріп абдырамай Әбдірайымның ұлы жылдам қимылдаған. Өйткені полицейлер бір қадам жасаса, пышақты сұғып алуға дайын тұрды дейді. Енді ана қыздан қорықтым, өзімді ойлаған жоқ, қыз баласы қатты қорыққандықтан айғайлап, жаңағы истерика болған сайын ана кісі одан бетер пышақты алып жаңағыдай тығып алғысы келіп тұрды. Мен ал деген кезде заложникке сол көне қойды. Көнген заматта жаңағы әйтеуір бір 5-6 секундтың ішінде жаңағы әрекет етіп тұрдым, жаңағы момент күтіп. Мұсаның батыл қадабынан соң полицейлер бірден қаскөйді құрықтады. Ол қала тұрғыны 67 жаста екен. Қазір үстінен қылмыстық іс қозғалды. Енді 5 жыл мен 10 жылдың аралығында сотталуы мүмкін. Осы тұста айта кету керек. Бұл адам былтыр қараша айында қоғамдық көлікте бір әйелдің бетіне шапалақ тартып жіберіп, жұртты шулатқан еді. Қылмыскер қылмыстық құқық бұзушылық іс-әрекеттерін жасалған тұлға ұсталды. Қазіргі тұрғыда сотқа дейін тергеп тексеру әрекетте жүргізіліп жатыр. Уақытша ұстау изоляторында қылмыскер ашкереленді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігімен, яғни бұзақылық суық қаруны қолданумен. Бүгінгінің батыры Мұса Әбдірайымның ерлігін президент Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары бағалады. Өз жарлығымен қиын-қыстау жағдайда көрсеткен жан қиярлығына ерлік үшін медалімен марапаттады. Мұсаның өзі әнші Бағлан Әбдірайымның ағасы, жігіттер тобының продюсері Ерғали Әбдірайымның інісі, тағы спорт шебері көрінеді. Ал оқиғадан кейін әуежайдың жұмысы басқаша бүгін. Қаптаған полиция мен иісшіл итке толы. Ал жәбір көрген қызметкерге психологтар көмектесуде. Гүлназия Мейірхан қызы, Сағындық Нарықов, Еуразия бірінші арнасы, Алматы.